Өскемендегі Ертіс өзені арқылы өтетін көпірдің ескі бөлігінің опырылуына мердігердің салғырттығы себеп. Бұны тексеру жүргізген облыстық прокуратура өкілдері анықтап отыр. Естеріңізге сала кетейік, оқыс оқиға өткен жылдың 24 қараша айында болған еді. Белгілі болғандай, жөндеу жұмыстары кезінде инженерлік құрылғының тіреуі дұрыс орнатылмаған. Тіпті мекеме мамандарының жоғары қауіптілік деңгейдегі жұмыстарды жүзеге асыруға арнайы рұқсаты да болмаған. Жұмысшылар қорғаныс белдіктер мен сақтандыру арқансыз жұмыс істеуге мәжбүр болыпты. Салдарынан бір адам зардап шегіп, тағы үшеуі жеңіл жарақат алды. Бүгінде көпір құрылысына жауапты мекеме басшылығының кінәсі толық дәлелденіп, 150 және 80 айлық есепті көрсеткіш көлемінде айыппұл төлеу жазасы тағайындалды. Прокурорлық тексеру бойынша болған оқиғаны толық жұмыс берушінің кінәсі деп танды. Уәкілетті органға заң бұзушылықтарды жою туралы ұсыныс енгізілді. Жұмыс беруші әкімшілік жауапкершілікке тартылды.